мен бір оқиға айтайын. Баяғыда балалық шақта. Короче, бір жағы көрші қыз, бір жағы ауылдасым, бір жағы бір жапырақ нанды бірге бөлісіп жеген дос қызым ғой. Жүріп вечерға барамыз. Сосын мен одан қорқатынмын. Андай сәл опасныйлау болатын ғой. Сосын мен айттым, мен жалғыз өзім бармайын дедім, әпкемді аламын дедім. Менің жанымда әпкемді алдым. Сосын подружкамды алдым, басқа подружкам, сенімді подружкамды. Енді анау да подружкам, мынау да подружкам. Анау сәл бандитлау подружкамда, сол қорқатын. Анау жақсы подружкам. Сонымен бардық, бір екі еркек отырды, екі жас бала, яғни машинамен келіп, қаяққа жүр, ана жаққа деді. Бір ауылда айтты. Бізден енді бір екі ма, бір үш ауылдан кейін ма сондай. Сосын бардық. Действительно вечер болып жатыр екен да, мындай ұзын стол, қыздар, жігіттер бар, енді жас, біз бойдақпыз ғой. Сол баяғыда 2001 жылы ұмытқан. 25 жасымда ма, ұмытқан қандай жаспын да. Сосын бардық, отырдық, енді қыздар, жігіттер отырмыз ғой. Сонымен бір кезде уже кеткімге кетті уже. Адам көп топырлап кетті. Сосын жақсы подружкам айттым, жүр қаштық дедім ше. Сосын әпкем айттым, жүр кеттік дедім. Сосын короче туалетке шыққан сияқтымыз, сосын қашамыз дедім. Ана бандитлау подружкамыз лақтырып кетеміз дедім. Сосын жарайды деді. Сосын бірінші жақсы подружкам, сен бірінші шық дедім, туалетке шыққан сияқты дедім. Артынан біз әпкем екеуміз шығамыз дедім. Сосын мақұл деді, ол шықты, бір кезде біз артынан шықтық. Сосын қыздар, жігіттер көп отыр ғой. Толпа адам ғой деп білмеймін. Қыздар, жігіттер айтты, қыздар да көп, жігіттер де көп. Сосын бір кезде деген артынан мен де шықтым, әпкемді алып. Сосын қаштық қой. Қаша берді. Білмеймін, бір айдалада бір кезде қасқырлау болады. Шакал ма, қасқыр ма, вроде шакал дауысы ұқсамайды. Шакалдың дауысы дейді ғой. Мына қасқыр дейді, бөрінің дауысы. Бір айдала. В общем, біздің ауылдан бір үш ауылдан кейін ғой бір. Сосын андай біреудің огород жағына кетіп, короче, ағашқа шығамыз, үшеуміз. Ойбай, өзі хорошо, мындай семіз болмаған, енді әп-әдемі сұлу болдық қой өзі. Мындай семіз болса, ана ағашқа шығамайтын едік қой. Арық болатынбыз ғой. Сосын ағашқа өрмелеп шығып кеттік. Қасқырдан қорқып қасекеңнен. Деген соң ана подружкам іздеп жүр. Біз іздеп жүр, атымызды айқайлап. Қыстың ғой, қыстың қасқыр жүреді. Сосын деп бір кезде иттер әуеледім әйтеуір. Сосын сенбей барғам ғой. Енді біз жамандық жасап кете ма деп сол подружкамнан қорыққам ғой. Содан қашқанымыз жақсы. Ағашқа шығдық. Таң атқанда бірақ түстік қой. Сосын таң атты түстік. Әйтеуір бір жота бір трассамен келе жатырмыз. Бір кезде мен қалтамда простой сотка болғаннан кейін, то мен ақша алып жүрмейтін ғой вообще ол кезде. Ақша деген андай ойламаймыз ғой. Сосын простой сотка жаңадан шығып жатқан кез ғой. Қай жылдар 2006 жылдар ма, 2007 ұмытқан, сондай жылдар айтыр. Сонымен деген ана шофер кісі ақшаларын қайда деді, такси ұстатты ауылға дейін. Сосын сотканы бере салдым. Сотканы алды. Ақша жоқ қой біз. Өзі бір шешемізден ақша сұрау деген жоқ. Өзіміз бір ақша болса, яғни үйге бере саламыз ғой. Ондай артық ақша ұстамаймыз ғой. Даже бір 50 теңге, 100 теңге де ұстамайтынбыз ғой. Шешеміз сұраса бере саламыз ғой ақшаны. Сол кезде простой Nokia кирпич сотка.
Son taksi kisiga бере салам, ақша жоқ, осыны ала берсем. Ол такси кісінің мәз өзі сол сотктер жаңадан шығып жатқан кез ғой. Кірпішінен ауыр сотка, динамик бар. Ол кісінің мәз, сонымен үшеуміз әрең жеттік. Масқара. Түні бойы аяқ қолымыз, үсті басымыз қатып қалды, көті басымыз үсіп дірілдеп қалды, дір. Үшеуміз ағашқа шығып алғанбыз. Дір. Сосын бір кез әпкем боқтады. Албасты, жыбырлаған нең бар вечерге мені де апарып, не отырмадың жынырғандай қашып анау-мынау. Ол подружкаңа сенбесең, әкеңнің басына мені алып барасың ба деп әпкем боқтады. Сосын мына жақта подружкам боқтады, екеуі екі жақтан боқтады. Сосын мен айттым, мен қорыққаннан алдым дедім. Енді ана подружкам қоймады, енді көңіліне қарап, енді бір нан бірге бөлісіп жеген соң көңіліне қарап барғам. Қорыққаннан екеуін аламын, әпкем мен басқа подружкам. Короче, қашып ағаштың басына мініп алдым. Ой, сол кезімді ұмытпаймын ғой. Таңға дейін сол ағаштың басына отырды, жындық. Жындарымызда түнгі 12-ден таңғы 7 ма, қанша 8-ім. Сонымен шешем ұрысты ғой. Нең бәрі көтің жыбырлап вечерге барып деп. Содан шешеме жаман сөз естідім. Содан вечерім ұрысты.